Сенің фантастик родной. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Болат Амирхан. Мен Жанайдар Мусин атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжінде информатика кафедрасында 3-ші курс студенті боламын. Бүгінгі менің сіздерге әкелген ойыным бұл миға шабуыл ойыны. Осы ойынның мақсаты балалардың ойлау қабілеттерін дамыту. Және де осы ойынның барысында бір баланы шақырамын. Мысалы, мұнда бір кез келген зат бастырылады, ол өз сұрақтарымен осы қағазда не жазылғанын анықтау керек. Бақтияр, келе ғой. Қалай отырасың? Басында көрмейтін. Сосын бізге сұрақ қойып өзінің не жазылғанын анықтау. Мен жануарым бар. Иә. Мен 4 аяқты жануарым бар. Мен құсым бар. Иә. Мен сирек кездесетін құсым бар, или всегда кездесемін. Елу. Көбінесе иә. Күндіз кездесем бар, күндіз көруге бола ма осыз? Болады, бірақ көп емес. Сирек? Иә, сирек. Тек қана түнде шығады құсым, иә? Көбінесе иә. Ол үкі? Иә. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Бесер Шыңғысхан. Бүгін біз крокодил ойынын ойнаймыз. 10 шартта бір баланы шығарып, ол бір жануарды жасырып, іс-қимыл арқылы көрсетеді. Басқа балалардың мақсаты сол жануарды тауып алу. Амирхан шыға ғой. Так, менің жасырған жануарым бұл осылай жасайды. Бұл пингвинің бар? Иә, дұрыс. Сәлеметсіздер ме балалар, менің аты жөнім Ерсайын Асқар. Бүгін біз ойнайтын ойынның аты атом деп аталады. Бұл ойынның мақсаты, яғни достықты нығайтамыз, яғни балалар бір-бірімен қарым-қатынас жасап, және де тез топқа бөлінетіндей болады. Ал ойынды мысал ретінде көрсету үшін мен балаларды шақырамын. Ал балалар келе қойыңдар. Қазір біз бір жерде тұрамыз, мен ойын басталды дегенде сендер бір жерде жүресіңдер мұнда. Кез келген жерлерде жүре бересіңдер. Сосын мен кез келген сан айтқанда сендер топқа бөлінесіңдер. Жақсы. Ал ойынды бастайық. 2. Енді тағы да айналамыз. 1. Тағы да. 2. Тағы да бастаймыз. 3. Ал Шыңғысхан сен отыра ғой. Тағы да жүреміз. 2. Сәкен отыра ғой. Ал енді ойынның барысы аяқталды. Бітті. Балалар сәлеметсіздер ме? Бүгін біз импульс ойыны ойнайтын боламыз. Жалпы бұл ойынның мақсаты бұл ойынның форматы бұл топтық ойынға негізделген ойын. Және де бұл ойын балалардың топтың ішіндегі балалардың қарым-қатынасын күшейтеді, және де балалардың реакциясын арттырады деуге болады. Қазір мен бұл ойынды практика жүзінде мысал ретінде көрсететін боламын. Балаларым да келе қойыңдар. Қазір біз ең бірінші сіздермен 3-ке дейін ойнайтын боламыз. Бұнда Амирханның командасы, бұл Асқардың командасы деп есептейміз. Мен қолым ұстады. Және бір-бірі қолдарын ұстады. Амирханның командасы тұр өздері. Асқардың командасы тұр өздері. Тез ауысыңдар. Амирханның командасы тұр, 2-1.
счет 2-2. Соңғы ойын. Амарханның командасы жеңді. Құттықтаймыз. Коррупция. саламатсыздар ма? Менің атым Фирдавс екен, мен ИОС бір тобының студентімін. Қазір біз жасырын сандық ойын ойнаймыз. Бұл ойында біз ең негізгі бала өзінің эмоциясы мен сезу қабілетін дамытуға арналған ойын болып табылады. Қазір мен таныстырып кетер болсақ, бірінші біз келген бір баланы таңдап, оны комнатадан шығарамыз. Сосын басқа балалармен бірге келген бір затты жасырамыз осы қораптың ішінде. Сосын баланы шақырып, сол бала осы затты тауып алу керек. Енді шығады. Асқар, шығасың ба? Асқар, сіз комнатадан шығып кетсең болады ма? Так, енді балалар қандай затты жасыруға болады? Давайте шинаны, роботный шинасы. Осыны болады ма? Иә. Тауар, тез тауар. Жасыра берейік. Жасыра берейік па? Осы жерге қоямыз. Болды? Енді Асқар шығарайық. Не сезіп тұрсың? Осы сұрағым. Мен осы сұрағымда резина және пластик сезіп тұрмын. Не деп ойлайсың? Бұл дөңгелек левоның дұрыс па? Дұрыс. Балалар көріп отырғаныңыздай, Асқар осы лего дөңгелегін тауып алды. Неге десеңіздер, оның ішінде плазма және резинканы біліп тұрғаны сезіліп тұр. Осымен болды.